Бұл видеоны сіздермен счеттармен танысатын боламыз. Қай счетта қанша ақшаңыз жатыр, қалған жаңадан счеттар қалай қосу керек, мультивалютный счет дегеніміз не, жалпы поставщиктермен, покупательдермен ақша айырымдарын қалай дұрыс есептеу керек, қалай кімнен қанша аларыңызды, кімге қанша береріңізді қалай білу керек, соны сөйлесетін боламыз. Мұқият болыңыздар, счета деген бөлімге өтеміз. Бұл жерде қарап отырсаңыздар, бізде наличный 0 деп тұр, өйткені жаңа қанша келді наличный, соның бәрін жаратып тастадық. Ол счеттың ішіне кіретін болсақ, үстінен басасыздар, сіздерге нақты осы счетта қандай транзакциялар болды, соны көрсететін болады. Поступление қанша болды, списание қанша болды, соның барлығы тұрады. Назад, астына банковская карта. Бұл счеттардың кез келгенін жаңағыдай өздеріңіз аттарын ауыстырып алсаңыздар болады. Мысалы, банковская карта ма, оны Каспий Голд деген сияқты. Ол үшін қарандаштың несін басасыздар, иконкасын, содан сөйтіп ауыстыра берсеңіздер болады. То есть бұл жерде қараңыздар, бұл жерде наличный счет, банковская карта, расчетный счет. Расчетный счет дегеніміз не ол? Ол сіздің Каспий Pay, сол сіздерде расчетный счет есептелінеді. Енді қараңыздар, біз поставщиктерден тек қана наличныйге алмаймыз, қарызға да аламыз. Енді келіңіздер, осы видеода сіздермен поставщиктерге қалай қарызға зат аламыз, оларға қалай дұрыстап береміз, ол қарызды қалай құтыламыз, қай поставщиктен қанша қарыз бар екен қалай көреміз, соның барлығын осы жерде түсіндіретін боламын. Енді тағы учеты бөліміне өтеміз. Плюс поставщиктерден қарызға зат алып көрейік қалай болады. Енді қараңыз, категория закупты белгілейміз. Енді счет списанияны осы жерде міндетті түрде поставщиктің счетін белгілейміз. Қараңыз, біз поставщиктен қарызға алып жатырмыз, сондықтан да соның счетін белгілейміз, яғни содан қарызға алып жатырмыз өйткені 100 000 теңгеге зат алдық дейік. Сохранить кнопкасын басамыз. Қараңыз, сізде закуп, поставщик 100 000 теңге минуста тұр, яғни енді біз тағы жаңағыдай счет деген бөлімге өтеміз. Енді мынарада қарап отырсаңыздар, сіздерде поставщикте минус 100 000 теңге бар. Көрдіңіз, Енді төбедегі показательге қарайтын болсаңыз, сізде актив, яғни сіздің ақшаңыз жалпы 50 000 теңге көкпен белгіленген. Пассив, яғни сіз қарыз ақша, яғни ол поставщиктерге беретін ақшаңыз 100 000 теңге. Жалпы сіздерде баланс бойынша минус 50 000 теңге минустасыз. Түсіндіре алдым, Көп кәсіпкерлер осы поставщиктердің қарыздарын ескермейді, оны балансқа қоспағандықтан 50 000 теңге менде кассамда ақша бар екен, ол менің пайдам дейді, жаратып қояды. Сөйтіп поставщиктермен жаңағыдай қарым-қатынасы бұзылады. Түсіндіре алдым, Енді сіздерде тек қана поставщиктерден қарызға алмайсыз. Сізден де қарызға алатындар бар, покупательдер, дилерлер болсын, басқа да болсын. Оларға қарызға қалай ақша береміз, соны түсіндіретін боламын. Енді қараңыз, бұл жерде поставщиктің астында покупатель деген раздел бар, Покупатель деп отқанымыз, қарап отырсаңыздар, астында не учитывается деген жазу бар. Оның не үшін екенін қазір көрсететін боламын. Айтайық, енді біз покупательге қарызға беріп көрейік затты қалай беретінімізді. Плюсті басамыз. Ол бізге доход болады ғой, дұрыс па? Бізден қарызға зат сатып алып жатыр, доход болады. Категорияны айтайық, товарды белгілейік. Енді счет поступленияға ол біздің счетымызға түскен жоқ, ол ақша әлі. Ол бірінші покупательдің счетына түсіреміз. Яғни ол бізден айтайық 100 000 теңгеге алды. Покупательдің счетін белгілейміз. Қаншаға зат саттыңыз, мысалы 100 000 теңгеге зат сатып алды сізден, Сохранить кнопкасын басамыз. Керемет, бізде учетта транзакция товар, покупательдің счетына түсті 100 000 теңге. Енді счета дегенге өтек қайттан не болған. Енді қарап отырсаңыздар, бұл жерде покупатель 100 000 теңге сұр түспен белгіленіп тұр. Сіздің жоғарыдағы балансыңыз өзгерген жоқ. Неге? Өйткені қарызға алынған ақша сізден, ол сіздің ақшаңыз емес, сіз оны нақты алмағанша. Түсіндіре алдым, Сол сияқты сіздерде бірнеше поставщик болуы мүмкін, бірнеше покупатель болуы мүмкін. Міндетті түрде покупательдің ақшасын өзіңіздің ақшаңыз деп есептемеңіз. Өйткені өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай көптеген кәсіпкерлер не істейді? Мынақта менде 2-3 миллион теңгем жатыр дейді, машина ала салады, басқа да жағдайларына жарата салады, аналар ақшасын бермейді. Сізге ақша бермеуге өте көп причиналар бар, өте көп себептер болуы мүмкін. Сондықтан да өзіңіздің счетыңызға түспегенше оны алмаймыз. Енді айтайық, покупатель сізге ақшаңызды берді. Мысал ретінде 50 000 теңгесін берді, Оны не істейміз? Ол ақшаны сіз енгізіп қойғасыз, ол сізге доход емес, өйткені доход деп енгізіп қойдық. Енді біз оны периодпен өзіміздің счетымызға алып аламыз. Келесі бізде период деген транзакцияны қолданамыз. Покупательдің ақшасын, покупательдің счетінен жаңа енгізген. Мысал айтайық, ол бізге Каспийімізге тастап жүрді, банковская картаға 50 000 теңге деп айтайық. Сохранить. Керемет, бізде келесі транзакция, перевод со счета на счет, покупательдің счетынан бізге Каспий Голдқа аудардық 50 000 теңге. Енді счетты көрейік, не болып отқан, Қараңыз, покупательдің счетында 50 000 теңге қалды, ол біздің ақшамыз емес, а бізде банковская картада 100 000 теңгеге айналды. Яғни ол нақты өзіміздің ақша, яғни бізге қарыз ақша 50 000 теңгені құрайды. Енді біз алайықта соны өзіміздің поставщикке берейік, қалай болады,
тура солай болды. Плюсті басамыз, перевод. Қараңыздар, біз өзіміздің счеттан поставщиктің счетына аударамыз уже. Яғни біз поставщикке беріп жатырық, яғни бұл жерде поставщикті белгілейміз. 50 мың теңгесін біз покупательден алдық, оны сразу поставщикке бердік деп есептейік. Счета бөлімін қараймыз. Қараңыздар, бұл жерде сізде банковский картада 50 мың теңгеге азайды, поставщикте қарызыңыз 50 мың теңгеге азайды. Яғни соның счетына өтті, сізде поставщикте минус 50 мың теңге поставщик қарызыңыз бар, и сізге 50 мың теңге беру керек. Түсіндіре алдым, өте маңызды нәрселер. Қалай жаңадан счет қосуға болады? Оны мынау бизнес счет деген қара кнопканың қасында көк кнопка бар. Осы жерден белгілей бересіздер. Егер де поставщик болатын болса, кез келген нәрсені осы жерде, мысалы, сіз айтайық, Алматыда поставщигіңіз бар. Алматы деп қойсаңыз болады, мысалы, так, Алматы. И мынарадан жаңағыдай категорияларын белгілейсіздер. Не ол, поставщик па, покупатель ма, банковский счет па, расчетный счет па, мысалы, егер поставщик болса, поставщикті белгілейсіздер. И бұл жерде ең жақсы жаңағыдай мультивалютный. Егер де Қытаймен сауда істейтін болсаңыз, бұл жерде жаңағыдай доллармен, жаңағыдай басқа да счеттарды көрсетуге болады. Мысалы айтайық, бізде Қытай, мысалы, Алматы емес, Қытай деп алайық, Қытай. И мынарада учитывать общем балансе деп тұр. Оны жаңағыдай покупательдерге көрсетеміз, белгілейміз. Енді қараңыз, мынарада сіздерде доллардың курсы бүгінгі күнмен уже 463 деп көрсетіліп тұр. Мына оң жақ бетте мына жақта басатын болсаңыз, сізге доллардың курсын бүгінгі күнмен актуализировать етіп береді, сол бойынша есептелінеді. Жалпы қысқаша счеттар бойынша осы. Алдағы видеоларда сіз осы бағдарламаны өзіңізге қалай икемдеу керек соны түсіндіретін боламыз. Келесі видеода жолыққанша.